Nauruz тойымыз құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні деп аталған Наурызда денсаулықтарыңыз мықты болсын. Кеткесін қатал қыстың көші мүлде, төскейдің толмақ енді туысы гүлге. Әз Наурыз отанымды, отбасымды, бақыттың тербетілген ел бесігінде деп, алғашқы біздің бүгінгі тойымыздың ашылуы, ауылымыздың биі Бисапай ағаны ортаға шақырсам деп отырмын. Ассалаумағалейкум. Ынтымақ пен бірліктің, жақсылықтың дәнін сеуіп жүрген ауылдың қариялары, ақсақалдары, ардақты аналары, атпал азаматтар, інілерім, бауырларым, қарындастарым, келіндер. Мінекей, ұлыстың ұлы күні келді. Құтты болсын. Мынау ұлыстың ұлы күнін барша мұсылман халқы асыға күтеді. Өйткені бұл ұлыстың ұлы күні жылдың басы, тіршілік атаулыға жан бітіп, жеріміз, еліміз гүлденуінің бастауы. Мінекей, бір жыл өтті, өткен жылда осындай Наурызды ұлан асыр қылып өткізіп, бір-бірімізді құшақтап көрісіп, бір-бірімізбен жақсы тілектер тілеп, бір-бірімізге шығарып салған еді. Міне сол екірдада ауылымыздан небір аяулы қимас жандарымыз бақилық сапарға кетті. Орнында бар оңалар дейді. Мынау сол бақилық кеткен аяулы жандарымыздың орнына әрбір үйлерде ыңғалаған сәбидің үні шығып, орны басы бар. Орында бар оңалар дейді. Ол өмір заңы. Өкінішті, бірақ өмірдің заңына, Алланың дегеніне бағынбасқа болмайды. Мінекей, Наурыз мерекесі келді, Құда қаласа, құтты болсын. Әрбір шаңыраққа ырыс, береке, шаттығын, мол ризығын ала келсін. Барлығыңызды мынау Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыз мерекесі елімізге, жұртымызға, ауыл аймағымызға бар жақсылығымен келе берсін. Наурыз мерекесі құтты болсын. Ду қол шапалақтап қояйық, қымбатты ағайындар. Рахмет. Жаңа ғана мен осы ауылымыздан кеткен аяулы қимас жандарымызды бақилыққа кеткен айтып өттім. Өлі риза болмай, тірі баймайды дейді. Мынау Наурыз мерекесін ауылымыздың имамы Мейірбек бауырымыздың құран бағыштауымен бағыштасақ. Қанекей, бастасақ. Мәке, жоқ келді.